Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақ тақырыбы бала абай. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: тыңдаған материалды мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, кесте толтыру, жіктік жалғауын дұрыс қолдану. Алдымен балалар кластер әдісі арқылы атақты адамдарды атаңдар. Атақты тұлғалар: Дина Нұрпейісова, Мұхтар Әуезов, Шоқан Уәлиханов. Дина Нұрпейісова кім? Шоқан Уәлиханов туралы не білдіңдер балалар? Сандарды сөйлет. Мұхтар Әуезов кім? Дұрыс, Мұхтар Әуезов қазақтың атақты жазушысы. Ең әйгілі шығармасын білесіңдер ме? Я балалар, Мұхтар Әуезов Абайды зерттеп, 4 томдық Абай жолы эпопеясын жазып, қазақ халқын бүкіл әлемге танытты. Мұхтар Әуезов Абайды бала кезінен ұлы Абай ақынға дейін суреттейді. Бүгін балалар сабақта Абайдың балалық шағымен және отбасымен танысамыз. Бұл Абайдың үйі. Абайдың жанында ең жақын адамдар: бұл әжесі Зере мен анасы Ұлжан. Әжесі Зере сүйікті немересін еркелетіп Абай деп ат қойды, бірақ шын аты Ибрахим. Абай бала өте зерек, әдепті, ақылды, ерекше бала болған. Ол әжесі мен анасының ертегілерін, әңгімелерін күні-түні тыңдаушы еді. Содан әдебиетке деген құштарлығы бала кезінен басталған екен. Әжесі Зере қандай адам екен? Видеоға назар аударыңыз. Бұлдыр күн өткен, баяғыда күн өткен. Кел Абайжан, қоңыр қозым менің, қымыздан алып отыр, мен саған қымыз құйып берейін. Ұлы Абайдың әжесі Зере ақылды, парасаты мол, байыпты, кең мінезді, тақуа, әңгімешіл кісі болған. Ол Абайға алғаш тіл тартып, ертегі аңыздардан бастап, қазақтың ауыз әдебиетін таныстырған. Бала Абай. Әжесі Зере Абай тыңдасын деп үйге ақын жырауларды шақырып, оларды бірнеше күн жібермей немересін халық ауыз әдебиетімен сусындатқан. Сол кезде балалар өнерлі адамдар ауылдан ауылға келіп, қонып, қонақ болып, адамдардың көңіл күйлерін көтеріп жүрген. Абай бала осындай адамдарды асыға күткен. Бір күні Абайдың үйіне Дулат ақын да қонаққа келіпті. Енді балалар мәтінмен жұмыс жасайық. Алдымен жаңа сөздерге назар аударыңдар. Тыңда, қайтала, есте сақта, көшіріп жаз. Ақын, ақын, тұлға, тұлға, қонақ, қонақ, бата, бата, ұлы, ұлы. Қайтала. Жаңа сөздермен сөз тіркес немесе сөйлем құрастырыңдар. Жарайсыңдар. Грамматикалық қоржын жікте. Мен ақын боламын. Сен ақын боласың. Ол ақын болады. Мәтінмен жұмыс. Тыңдалым, мәтінді мұқият тыңда. Абайдың аулына Дулат ақын келді. Абай әжесінен Дулат ақын туралы сұрады. Дулат ақын Абайға бата берді. Абайдың әжесі Зере өте мейірімді адам. Ол Дулат ақынды құрметтеді. Мәтінді түсініп оқы. Осы мәтін бойынша тапсырмаларды орындайсыңдар. Бірінші тапсырма: диалогты рөлге бөліп оқыңдар. Сұрақтарға жауап беріңдер. Абайдың үйіне кім келді? Қонақтың аты кім? Қонақ не істеді? Абайға кім бата берді? Абайдың әжесінің аты кім? Абай өскенде кім болады? Бұл сұрақтарға да дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Келесі тапсырма: жазылым. Керек сөзді дұрыс тауып сәйкестендір.
Абайдың ауылына Дулат екі сөздің нұсқасы берілген. Әнші ақын керек нұсқасын дұрыс тауып сәйкестендір. Тексерейік. Абайдың ауылына Дулат ақын келді. Абай зере әжесінен Дулат ақын туралы сұрады. Дулат ақын Абайға бата берді. Абай өскенде ұлы ақын болды. Абай дара тұлға. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма оқылым. Балалар, бала Абайға кім бата берді? Дұрыс. Дулат ақын. Алдымен бата деген сөзге түсінік берейін. Бата бұл тілек. Батаны ақсақалдар, әжелер, үлкен кісілер береді. Бата жақсы тілек, шын көңілмен айтылған сөздер. Дулат ақын былай бастапты. Шырағым, ер жетерсің, ер жетсен сірә не етерсің? Алысқа шырқап кетерсің, шындасан шынға жетерсің. Иә балалар, Дулат ақын Абайды еркелетіп, шырағым деп отыр. Сен де ер жетерсің, үлкен биіктерге шығарсың. Мен саған сенемін деп осылай батасын берген екен. Дулат ақын Абайдың бойындағы мол дарын қасиетті байқаған болатын. Осы Дулат ақынның батасы орындалды ма балалар? Я. Кейін Абай ұлы ақын болады. Бұл батаны оқып жаттаңдар. Келесі тапсырма тік кестесі. Тік кестесі бойынша Абайдың бойындағы қасиеттерін ата. Бала Абай қандай? Деген сұраққа жауап беріңдер. Жарайсыңдар. Бұл тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп сендімін. Келесі тапсырма шығармашылық жұмыс. Бүгінгі тақырып бойынша тест сұрақтарын құрыңдар. Үлгі берілген. Абайдың шын аты кім? Үш нұсқа: А, Б, С. Ибрахим, Ислам, Искандер. Әрі қарай бұл жұмысты өз бетінше жалғастырып отырыңдар. Жарайсыңдар. Ашық микрофон әдісі арқылы сұрақтарға жауап беріңдер. Сабақта қандай ақпарат алдың? Бала Абай қандай? Оның кескін келбетін көз алдына қалай елестетесің? Қандай тапсырма орындаған оңай болды? Қиын тапсырма болды ма? Сабақ ұнады ма? Неліктен? Бағдаршам стратегиясы арқылы оқушылар алған білім деңгейлеріне қарап, бағдаршам түсін таңдайды. Жасыл түсіндім, сары жартылай түсіндім, сұрақтарым бар, қызыл түсінбеген сөздерім бар. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау саламат болыңдар. Үйге тапсырма. Жаңа сөздерді батаны жатта. Бата ақын деген сөздерге фонетикалық талдау жаса.